қонақ болып талай жыл төрімізде отырса, сіздердің айдындарыңызға, сіздердің апарып босағаларыңызға орнатамыз. Қыз бала босағадан, келін бала босағадан орын алғанмен, өзінің ибалығымен, өзінің инабаттылығымен жүректің төрінен орын алады. Сіздердің төрлеріңізден орын алсын деген ниетпен, жеңгелерінің жолын берсін деп, қолтығын сүйемелдейтін жеңгелерін кереметті әуеннің аясында ортамызға қарай алдырайық. Ал жіберін ержаттай деген. Әрекеті мына жерге тұрыңыздар. Ал, бісміллә деп тұрыңыздар. Апа тұра тұрыңыз. Ал енді мынау енді қазақтың қыз баласында ұлттық киімнің түрі көп. Соның ішіндегі ең қасиетті қастерісі қыз баланы ұзатарда жаймен музыканы басасың дейді. Ержан шамал музыканы зайд. Мынау енді кереметтей киім ол қыз баланың басына кигізер сәукелесі. Анасының орнында ана болып, бүгін Ақжаулықта анамыз келіп сәукелені кигізгелі отыр. Сәукеленің түпкі мақсаты ата-бабаларымыз алыс жолдан ат арытып, өзінің қосағын алып келерде, ауылдың үстіне атпен кіргізбей, төбеден жаяу асып түскен. Сол кезде бірінші сәукелені биік қылып, үкісі көрінеді екен. Сонда алдынан шыққан жас балалар сау келе жатыр деп шулап, содан бері сәукелені ұзатылған қыздың басына кигізуді міндеттеген екен. Олай болатынса қазақтың дәстүрімен салтымен анамыз маңдайынан сүйіп сәукелесін кигізсе деп жатырмыз. Қыздар тәжді ала тұрыңдар. Бәрекелді. Сәукеленің ағысы желбіреп, елдеріңе аман-есен жетулеріңізге анамыз тілек білдірсін ағайындар. Ал, ақ батасын берер ақсақалдарымыз бар ма екен? Бер қарай бір қадам жақындап, баламызға жүзбе-жүз тұрып, ата, келе қоята келсеңізші. Так, біздің Қалекен құда қайда? Халықтың құда қайда? Құда қайда? Халықтың құда бер қарай келсеңізші. Құданың қасына қатар тұрып батасын сұрайды. Батаны сұрайды. Қалекен құда қайда? Жақындаңыз құдаларыңыздың қасына қайда. Қуаныштың көз жасы болсын айналайындар енді. Қалекен құда қайдасыз? Ойбай, астасына үйге қайтып кеткен жоқсыз ба? Қалекен елдің ортасында, екі елдің ортасында құдалықтың алтын көпірі орнатылып жатыр. Кез келген көпірдің аузында кеден деген болады. Кеденде тұратын таможняның жігіттері болады. Бүгінгі Аққуымызда мінекей айдынға қондырғалы отырған осы жерде біраз кеденнің жігіттері бармыз. Кеденнен өту үшін не істейсіз? Енді қарап тұрмыз ғой сізге. Оны солай, бірақ ақшасы ары қалтасында. Неше күн келесіз? 5 күнде бір рет келіп тұрасыз ба? Болады ғой енді. Рахмет көке. Айттым ғой сол енді. 5 күнде бір рет келіп тұрасыз. Ананы қайтады 2 күн келеді. 2 күнде бір рет. Бәрекелде. Ал құдамызды қалжыңдады өйтіп бүйтіп қалтасын қақтық. Ал, ата, ақ батаңыз болсын. Ağabeyim senin batarlarsın kızır ata. Kızır kıyalasın, peşke yalasın. Bak versin, bas versin, bunun yerine azam jas versin. Gitmesin orası kendi fiil versin. Allah kargıdan kazıkılıp şahsılığına жалғас kısın. Buna balam barga yerinde baktı, ömürde devletli olsun. Arkadaşında Allah yüzüyorum şarkı yolunu aşkısın. Әумин. Ал, мынау қасиетті жердің төрі Мекке болатын болса, қасиетті төрің айналайын Мәкке ағамның шаңырағы. Көке, маңдайынан сүйіп қызымызға ақ жол тілеп жүреміз. Сіздің су айтатын жеңгесі қайда? Ал ағайындар, аманаттаған арумыздың маңдайынан сүйіп ақ жолдай тілеуімізге ұрықса, олай болатынса, жеңгесі қайдасың сонда? Ане қасында тұр. Ал ағайындар, осы ұстап қалмайық, шарталайық. Ай, басып. Артқа жылжыңдар. Ауылда. Yani çok aşık dedi. Çok bırakırsın. Otağın bizge eli balasın. Meneki kuzlaşıp şunlanca. Üyandan kustayışıp barasın. Dirmedi bağulunun dalasın. Kudadıp yüdüydün arasın.
бір мая емін